Сәлем, құрметті тыңдармандар. Қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өмірдің терең сырларынан, сезімдердің ең таза күйінен бір әңгіме ұсынамын. Ендеше, бастайық. Менің атым Мадина. Мен осы ауылдың топырағынан шыққан әйелмін. Мұнда дүниеге келіп, осында өстім. Әр таңымды осы жерде бастаймын. Балалық шағымда үлкен армандарым болды. Ірі қалаларға бару, әлемді аралау. Бірақ уақыт өте келе өмірдің кейде біз күткендей болмайтынын түсіндім. Мен ауылдағы топырақпен, күнмен, желмен өстім. Мұнда бәрі қарапайым болды. Жерге әр қолымды тигізген сайын, ауылдың тыныштығына әр қадам басқан сайын ішімде ерекше бір тыныштық сезілетін, дегенмен кейде бір нәрсе жетіспейтіндей еді. Үйімдегі бәрі әрдайым рет-ретімен болатын. Бақшадағы көкөністер, таңертең ерте суарған гүлдер, бірақ ішкі сезімдерімде, жүрегімде ешкімге айтпайтын бір бос орын бар еді. Бәрі толық емес сияқты сезілетін. Көзім кейде алыстап бір нәрсенің жетіспей тұрғанын аңғарғандай боп кететін. Кейде тек желдің құлағыма сыбырлап өткен сәтінде сол бос орынды сезінетінмін. Ішкі ізденістерім, ешкіммен бөліспейтін сырларым әрдайым бар еді. Және бір күні сол сыр өз-өзін көрсететін болды. Бір күні үйдің алдындағы жолдан бойлай жүрдім. Алғашында өзімді жоғалғанда сезіндім, бірақ кейін сол жоғалушылық бір тыныштыққа айналды. Тыныштықтың ішінде бір нәрсе мені шақырып тұрғандай болды. Біршама уақыттан кейін ауылдың шетіндегі орманға бет алдым. Сол кезде кенеттен дауыс естілді. Қайтадан жалғысың ба? Дауыс терең әрі таныс болды. Басымды бұрдым да қарсыдағы адамға қарадым. Асан, жас кезімізде өте жақын дос болдық, бірақ жылдар бойы алыстап кеттік. Ол қалаға көшті, мен сол ауылда қалдым. Бірнеше рет қысқа амандастық жасадық, бірақ ұзақ әңгіме болған емес. Көзім оның қарағанында бір жағынан бөтен, бір жағынан таныс нәрсені байқады. Асан ауылдан кеткеннен кейін беті аздап өзгерген еді, бірақ көздері әлі сол терең әрі мағыналы. Көзіндегі тереңдік маған бірдеңелерді еске салды. Мүмкін ескі күндерді. Бір қадам жақындадым да Асанның жанына бардым. Ауа жылы, бірақ тым ауыр емес еді. Көздеріндегі сол ашуын жойғым келді. Бірнеше минут үнсіздікте тұрдық. Кейін Асан күліп, кел, бір аз серуендейік деді. Біз бірге жүрдік. Үнсіздік әр қадам сайын ауырлай берді. Ішкі бос орнымда кеңейе түсті. Сол серуен ешқандай бастама емес, ешқандай соң емес еді. Бұл тек ізденіс, бәлкім бір нәрсенің жоғалуы болатын. Ауылдан тыс орманның шетіне жеттік. Мұнда ауылдан алыс, жалғыздық еді. Бірнеше жыл бұрын тек табиғатты тыңдап, бәрінің уақытша екенін ойлайтынмын. Бірақ бүгін бәрі өзгеше еді. Асан тоқтап көзін маған тікті. Ол не айтатынын немесе айтпауы керектігін түсіну қиын болды, бірақ көзіндегі мәнер әр нәрсенің қалыптан тыс екенін білдірді. Бір қадам жақындадым. Даусым жоғалғандай еді. Ішкі мазасыздық Асанның қасында тереңдеді. Біршама уақыттан кейін тағы бір қадам жасап, бір-бірімізге жақындадық. Уақыт тоқтағандай болды. Сол сәтте біздің сырттағы барлығы жоқ сияқты еді. Асан менің қолымды жұмсақ ұстап, суық жел соғып тұрса да, ішімдегі жылылық артты. Көзіндегі тереңдік үнсіз келісімді еді. Мұнда тұрғымыз келе ме? Деді Асан, даусында діріл бар еді. Әр сөзі терең мағынаға ие сияқты болды. Мен тек басымды сәл изеп келісім білдірдім. Біраз уақыт үнсіз тұрдық. Тек бір-бірімізге қарап, көздерімізде айтылмаған сөйлемдер болды. Бұл сөйлемдер қандай болатыны, неге айналатыны маңызды емес еді. Сезімдеріміз жылдар бойы жинақталған барлық эмоциялармен қосылып, біздің арасымыздағы үнсіздік айналды. Сол сәтте бәрі тек біздің арамызда екенін сездім. Уақыт әлемді тоқтатқандай болды. Көзіндегі жылулық бәрін біріктірді. Біз бір-біріміздің бар екенімізді сездік. Баяу жақындасып, сезімдерімізді үнсіз бөлістік, және сол сәт аяқталғанда бәрі орнына келгендей болды. Баяу тұрдық, бір-бірімізге қарап, көзімізде сол түсіністікті сақтап, барлығы тынышталды. Ішімде ерекше бір тыныштық пайда болды. Бұл тыныштық мен іздеген нәрсем еді. Мүмкін ұзақ уақыт бойы жоғалтқан, бірақ қазір қайта тапқан тыныштық. Иә, достар, келесі әңгімеде, бәлкім басқа ауылда, басқа әлемде, бірақ білмеймін. Видеоны лайктап арнаға жазылыңыздар. Сол ғана бізден талап етіледі. Қош болыңыздар.